Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен осындай керемет сок жасаймыз. Ол үшін бізге өріктерімізді тазалап жуып алып, сүйектерден ажыратып, мясорубкадан өткізіп аламыз. Сосын бірге бір су құямыз. Мысалы, 1 килограмм өрікке 1 литр су құямыз. Жақсылап араластырып алып, осыны орта отта 15-20 минуттай қайнатамыз. 15-20 минут қайнаған соң, ыстықтай алып, өстіп ситадан өткіземіз. Согын бөлек, мякотін бөлек аламыз. Мякоті бізге керек емес. Согын қайтадан отқа қойып, қою болса үстінен тағы да су құйып, қантын салып, қайнатып аламыз 10 минут. Бетінде көбігін алып керек емес. Міне осындай сок шығады. Осын алып барлығын таза банкаларымызға құйып аламыз. Керектің барлығын описанияда қалдырам. Не қанша керек екенін. Керемет болып сок шығады. Біздің балаларымыз керемет сүйіп осы сокты ішеді. Таза натуральный қолдан жасалған сок болып шығады. Жылда жасайтын боласыздар. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.